Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және шақырылған қонақтар. Бүгін 8.071 инженерия және инженерлік іс даярлау бағытының 8.07105 ғарыштық техника және технологиялық білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертациялық жұмысты қорғауға арналған диссертациялық кеңес отырысы ашық деп жариялаймын. Бүгін қатысушыдан қатысып парағымен форум бар жоғын Кеңес отырысында қатысушылар 8 тұрақты және уақытша мүшелер және қарастырылып отқан диссертацияның профилі бойынша 3 рецензенттер, қатыспағандар жоқ және ресми рецензенттер қатысып отыр. Және кеңес отырысын өткізу үшін кворум бар. Яғни диссертациялық кеңестің 7 мүшесінен отырысқа 6 адам қатысуда, біреу онлайн, демек отырыс заңды болып саналады. Және диссертациялық жақсы кворум бар. Диссертациялық кеңес отырысын бастау туралы ұсыныс бар. Бұл ұсынысты кім қолдайды? Дауыс берсеңіздер. Бейтарап қалған жоқ, барлығы қарсы шыққандар жоқ. Бірауыздан қабылданды. Құрметті диссертация кеңес мүшелері 8.07.05 ғарыштық техника технология мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертация қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес отырысын офлайн режимінде 4 тұрақты мүше, 2 уақытша мүше және 2 рецензент қатысып отыр. Сонымен қатар Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің жанындағы диссертациялық кеңес туралы ережеге сәйкес уақытша шетелдік мүше онлайн режимде қатысуда форум бар. Диссертациялық кеңес отырысы бастау туралы ұсыныс бар. Бұл ұсынысты кім қолдайды? Бірауыздан қабылданды. Дауыс беру нәтижесін ескере отырып, диссертациялық кеңес отырысын ашық деп жариялаймын. Кеңес отырысы жұмысын анда бастаймыз. Бүгінгі күн тәртібінде докторант Совет Әйгерім Берікқызының аэроғарыштық мақсаттар үшін арналған жоғарғы температуралы аса өткізгіш композиттерді алу және олардың қасиеттерін зерттеу тақырыбында диссертациясын қорғау. Диссертация Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздың номері 123 бұйрығымен бекітілген ғылыми дәреже беру қағидаларының 5-1 тармағына сәйкес диссертациялық жұмыс түрінде қорғау ұсынылған. Қорғау формасы ашық, онлайн трансляциямен, қорғау тілі қазақ тілінде, ізденушіге сипаттама беру ұсынылған құжаттар мен олардың нормативтік талаптарға сәйкес туралы ақпарат беру үшін сөз диссертациялық кеңес ғылыми хатшысына беріледі. Және де бүгінгі күн тәртібіндегі бекітуді сұраймын осы алдының айтылған сөзді. Қарсылық жоқ, барлығы бір ауызбен. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Тағы да кеңес туралы қысқаша мәлімет 8.071 инженерия және инженерлік іс даярлау бағыты бойынша 8.07105, яғни ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша диссертациялық кеңес 2025 жылда 20 қаңтардың нөмір 7 бұйрықпен құрылған. Жалпы диссертациялық кеңес құрамында 4 тұрақты мүше және Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы және энергетика байланыс университетінің жанындағы диссертациялық кеңес туралы ережеге сәйкес 3 уақытша мүше және сонымен қатар 2 рецензент бар. Отырысқа 7 диссертациялық кеңес мүшесі қатысуда, соның ішінде қашықтан қатысушылар да бар. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің докторанты Совет Әйгерім Берікқызы 8.071 инженерия және инженерлік іс даярлау бағыты бойынша 8.07105 ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша диссертациялық кеңеске келесі құжаттарды ұсынды. Бірінші, докторант Совет Әйгерім Берікқызы 8.07105 ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша диссертацияны қорғау туралы өтініші бар. Отандық ғылыми жетекші Төлендіұлы Санат ағайдың оң пікірі және шетелдік ғылыми жетекші Ивановский Пшемиславтың оң пікірі және докторант алдын ала қорғаудан өткен аэроғарыштық және электрондық инженерия кафедрасының отырысындағы оң қорытындысы қатты мұқабалы және электронды тасымалдағыштағы диссертация, сондай қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аңдатпалары, ғылыми еңбектер тізімі, олардың көшірмелері, докторант Совет Әйгерім Берікқызының ғылыми еңбектері тізім ұсынылды. Жалпы жарияланымдар саны 8 ғылыми еңбек, оның ішінде Web of Science халықаралық дәйек сөздер базасына енгізілген шетелдік рецензияланатын журналдарда 2 мақала және Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ұсынған басылымдарында 1 мақала, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциялар жинақтарында 5 баяндама, ғылыми еңбектер тізімі және олардың көшірмелері диссертациялық жұмысқа қоса тіркелген. Және диссертация авторға және дәйек сөзге сілтеме жасалмаған көшірме материал жоқ екен
растайтын анықтама ұлттық ғылыми техникалық сараптама орталығының қорытындысына сәйкес диссертациялық жұмыста жүргізілген салыстырмалы талдау нәтижесіне рұқсат етілмеген мәтіндік ұқсастықтар анықталған жоқ, және бұл диссертацияда плагиаттың жоқ екен және ғылыми адалдық талаптарының сақтылығын растайды. Және бакалавр дәрежесін аяқтағаны туралы диплом көшірмесі, докторант Совет Айгерім Берікқызы жоғары білімді материалтану және материалдар технологиясы мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде тәмамдаған. Магистрлық академиялық дәрежесі туралы диплом көшірмесі, магистрлық академиялық дәрежесі наноматериалдар және нанотехнологиялар мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде алынған. PhD докторантура бағдарламасы меңгерген растайтын транскрипт көшірмесі, докторант Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті базасында 2019-2022 жылдар аралығында ғарыштық техника және технологиялар білім беру бағдарламасы бойынша PhD докторантураны толық меңгергені туралы транскрипт ұсынылған, және диссертациялық жұмыстың тақырыбы бекіту туралы бұйрық докторанттың аэроғарыштық мақсаттарға арналған жоғары температуралы аса өткізгіш композиттерді алу және олардың қасиеттерін зерттеу тақырыбындағы диссертациялық жұмыс тиісті тәртіппен бекітілген, және диссертацияны кітапханаға тапсырған растайтын анықтамаларды комитет науканың защитаға шығып дәреже берілгеннен кейін ғана өткізуге қазіргі жаңа заңнамаға сәйкес өзгертілді. Жалпы докторант ұсынған барлық құжаттар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің философия докторы дәрежесін беру талаптарына сәйкестігін дайындалған және қолжетімді. Жалпы ізденуші туралы қысқаша мәлімет: Совет Айгерім Берікқызы 1995 жылы Алматы қаласы Қазақстан Республикасында, азаматы 2022 жылы Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы және энергетика байланыс университетінің 8-07-105 ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша докторантураны аяқтаған курсты, және диссертация тақырыбы бекіту туралы аяқтау және қайта қалпына келтіру құжаттары бойынша номер 109-шы бұйрық және номер 426-шы және номер 10-шы бұйрықтарға сәйкес келеді. Ғылыми кеңесшілер туралы қысқаша ақпарат: отандық ғылыми кеңесші Төленді Санат, PhD қауымдастырылған профессор, жану проблемалар институты жаңа материалдардың СВС синтезі зертханасының меңгерушісі, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы, және Ивановский Przemysław, PhD Польша ғылым академиясының физика институты, Варшава, Польша. Ғылыми кеңесшілердің пікірі ұсынылған, жұмыс орны бойынша расталған және Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз етумен ұйымның сайтында белгіленген мерзімде орналастырылды. Жарияланым туралы ақпарат: қысқаша, ізденушінің зерттеу нәтижесі бойынша 8 баспа жұмысы жарияланды. Оның ішіне Scopus деректер және Web of Science деректеріне кіретін халықаралық журналдарда 2 мақала және Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда 1 және қорғауға қатысты барлық материалдар, аннотация, жарияланымдар тізім, ғылыми кеңесшілер және ресми рецензенттің пікірлері, университеттің кеңесі және Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің интернет ресурстарында белгіленген мерзімде орналастырылды. Және ресми рецензенттер туралы ақпарат: ресми рецензенттер 2026 жылғы 17 наурызда 5-ші диссертациялық кеңес шешімімен тағайындалды. Сергеев Дәулет Мақсатович, физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, 2 мәрте кеңес одағының батыры, Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының жалпы инженерлік пәндер кафедрасының төрағасы және Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы. Мұстафа Лаура Молдакеримовна, PhD қауымдастырылған профессор, аэроғарыштық мақсаттағы материалдар зертханасының меңгерушісі, ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығының меңгерушісі, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. Ресми рецензенттердің жазбаша пікірлері ұсынылған жұмыс орны бойынша расталған және қорғау күніне дейін кемінде 5 жұмыс күні бұрын ізденушіге тапсырылды және ол университеттің сайтында ілінді. Нормативті талаптарға сәйкес ұлттық ғылым диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдардың жалпы саны, деңгейі, ғылыми дәрежелер беру қағидаларының 5 және 5-1 тармақтарының талаптарына сәйкес келеді және төменгі талаптарға жоғары. Рахмет. Кеңес мүшелері, ғалым хатшыға анықтамасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?
Сұрақ жоқ болса, құрметті әріптестер, ұсынылған материалдар мен барлық формалды талаптар сақталуды ескере отырып, диссертациялық кеңес Совет Айгерім Берікқызын диссертация қорғауға өтілу мүмкінді деп санаймын. Қорғау регламенті ізденушінің баяндамасы 20 минут, ізденушіге сұрақтар 20 минутқа дейін, ғылыми кеңесшілердің сөз сөйлеу әрқайсына 10 минут, ресми рецензенттердің сөз сөйлеу әрқайсына 15 минутқа дейін, диссертациялық кеңес мүшелерімен оның қатысуы сөз сөйлеу 5 минутқа, одан кейін отырыстың жабық бөлігі есеп комиссиясын сайлау, жарысын дауыс беру, кеңес қорытындысын қабылдау. Ізденушінің қорытынды сөзі 10 минутқа. Құрметті Айгерім Берікқызы, диссертацияның негізгі ережелерін баяндау үшін сөз сізге беріледі. Регламентті сақтауыңызды сұраймын. Кешіріңіз, бір минут мен уақытша құрамды таныстыруды ұмытып кеттім. Ташта Ерлан және Баққара Аягөз Есенбайқызы және онлайн қатысып отқан Чандик Хай. Рахмет. Құрметті Айгерім, сөз сізге. Қайырлы күн, құрметті кеңес төрағасы, кеңес мүшелері, құрметті рецензенттер, қатысушылар. Мен Совет Айгерім Берікқызы, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика байланыс университетінің 8-07-105 ғарыштық техника и технологиялар білім беру бағдарламасының докторантымын. Менің отандық ғылыми кеңесшім PhD қауымдастырған профессор Санат Төлендіұлының жетекшілігімен өтті. Шетелдік ғылыми кеңесшім Польша ғылым академиясының физика институтының өкілі Пшемислав Ивановский мырза. Бұл слайдта диссертациялық жұмыстың мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. Негізгі жұмыстың нысаны бұл EBCO негізіндегі жоғарғы температуралы аса өткізгіштік композиттер. Зерттеу пәніміз механикалық белсендіру және нано-микро бөлшектермен ілгерленген жоғарғы температуралы аса өткізгіштердің құрылымдық фазалық аса өткізгіштік қасиеттерін зерттеу. Зерттеудің мақсаты аэроғарыштық қолданбаларға бейімделген жоғарғы температуралы аса өткізгіш қасиеттері бар EBCO негізінде композиттер синтездеу және олардың құрылымдық, фазалық, морфологиялық және электрофизикалық сипаттамаларын кешенді түрде зерттеу болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін алдымызға келесі міндеттер қойылды. Бірінші міндет бұл EBCO аса өткізгіш фазасының түзілуіне бастапқы компоненттердің стихиметриясының, күйдіру температурасы мен ұстау уақытының әсерін зерттеу. Екінші міндетіміз механикалық белсендіру параметрлерінің EBCO композиттерінің фазалық құрамы мен микроқұрылымының әсерін анықтау болып табылды. Үшінші міндет алюминий, темір және никель микробөлшектермен, сондай-ақ көміртекті нанотүкшелермен ілгерленген аса өткізгіштік қасиеттерге, яғни критикалық температура мен критикалық тоқ тығыздығын әсерін талдау. Төртінші міндетіміз алынған композиттердің құрылымдық және аса өткізгіштік сипаттамалары аэроғарыштық энергетикалық жүйелерге қойылатын материалдық талаптарға тұрғысынан бағалау. Бұл диссертациялық жұмыстың негізгі өзектілігі қазіргі таңда ғарыштық жүйелер жоғарғы, тиімді, массасы аз және энергия шығыны төмен электрик жүйелер қажет. Дәстүрлі мыс және алюминий кабельдері олар үлкен массаға ие және энергия шығындарымен шектеледі. Ал EBCO типті жоғарғы температуралы аса өткізгіш композиттер 70-90 кельвин диапазонында жоғарғы критикалық тоқ тығыздығына қамтамасыз етеді. Бұл кабель осы жоғарғы температуралы аса өткізгіш материалдармен кабель жасау, ол кабельдің массасын және энергия шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Бұл диссертациялық жұмыстың практикалық маңызы, яғни нано және микро бөлшектермен ілгерленген EBCO композиттері мыс қаптамалы аса өткізгіш сымдардың өзегі ретінен қолданылуға ұсынылады. Бұл жағдайда критикалық температура сақталып, критикалық тоқ тығыздығы артады. Алынған нәтижелер ғарыштық күн энергетикалық жүйелер мен аэроғарыштық электр жүйелерінде арналған жоғарғы тиімді қуат кабельдерін әзірлеуге негіз бола алады. Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы EBCO негізіндегі композиттерде синтез параметрлерін механикалық белсендірулердің және нано-микро бөлшектермен ілгерілеудің аса өткізгіштік қасиеттерге әсер ету заңдылықтарын алғаш рет кешенді түрде анықталды. Қысқартылған термоөңдеу циклдер арқылы жоғарғы температуралы аса өткізгіш материалдарды алу мүмкіндігі негізделіп, құрылымдық тұрақтылықты сақтайтын жаңа тәсіл ұсынылды. Алынған нәтижелер EBCO негізіндегі аса өткізгіш материалдың инженерлік тұрғыдан оңтайландыруға мүмкіндік берді.
Бұл слайдта жоғарғы температура аса өткізгіш композиттердің даму және аэроғарышта қолдану туралы ақпарат берілген. Әдеби деректерге сүйенсек, аса өткізгіш материалдардың критикалық температурасы уақыт бойынша айтарлықтай артқанын байқауымызға болады. Ең алғаш рет аса өткізгіш материалда 1911 жылы анықталған болатын. Неге біз жоғарғы температуралы EBCO таңдадық? Инженерлік тоқтығыздық әдебиет бойынша, мысалы мыс 1 килоампер тоқты өткізу үшін 200 мың миллиметр квадрат қима қажет болады. Ал осы типті EBCO жоғарғы температура өткізгіш композитіміз 1 килоампер тоқты өткізу үшін 10-20 миллиметр квадрат қиманы қажет етеді. Яғни нәтижесі бойынша біз 10-100-ге дейін қысқартуға мүмкіндігіміз бар. Екінші, бұл жүйелік тиімділігі. Яғни жоғарғы температура өткізгіш материалда EBCO кабель үшін есептік тиімділік жоғарғы температура аймағында салқындату құны төмендейді. Яғни кері бюджет дұрыс теңгерісі экономикалық бәсекелестік күшейеді. Үшіншісі, бұл өндірістік нәтижелік, яғни цикл уақытының қысқаруы бірдей пеш қорында партия санын 8-3 есе арттыртуға мүмкіндік береді. Бұл материалдарымыз, яғни аэроғарыштық ортада және қандай талаптар қойылады. Яғни аэроғарыштық біз вакуум, радиация, термоциклдер және термошоктар әсер ететіндігін білеміз. Ең негізгі аэроғарыштыққа қойылатын талаптардың бірі бұл салмақ пен көлемге қатаң шектеулер және де критикалық температура мен критикалық тоқ тығыздығы термотұрақтылыққа қойылатын жоғарғы талаптар. Бұл жоғарғы температуралы аса өткізгіш композиттерінің қазіргі таңда, яғни NASA мақаласы бойынша пайдаланып жатыр, бірақ бұл жақта басқа прототипті сымдардың пайдалануы. Ол ғарыштық күн электр станциясында EBCO типті сымдар пайдалануда. Осы сымдарды пайдалану нәтижесінде ғарыш аппаратының салмағы 20%-ға жеңілдегендігін көрсетуімізге болады. Бұл біз ұсынып отырған аса өткізгіш композит сымның концепциясы көрсетілген. Оның сыртқы қабаты міне қорғаныс оқшаулауыш қабаттан тұрады. Ол яғни полимер экран. Оның сыртқы ортаның әсерінен қорғайды, электр оқшаулау қызметін атқарады. Одан кейін қабат мыс. Ол электрлік тұрақтандыруды қамтамасыз етеді, механикалық беріктілікті арттыртады және жылуды тиімді алып тасымалдайды. Одан кейінгі ішіндегі өзегі, яғни ішкі өзек, ол ленгерленген EBCO композит материалдар аса өткізгіштік аймағы болып табылады. Бұл осы диссертациялық жұмыстың негізгі материалы. Ол жоғарғы критикалық тоқ тығыздығымен сипатталады және төменгі температурада нөлдік электр кедергісін көрсетеді. Одан кішкі аймақта ол тұрақтандырғыш өзек ретінде пайдаланамыз. Ол механикалық беріктілікті және де құрылымдық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұны сымның сыртқы диаметрі 10 мм, аса өткізгіштің диаметрі 8 мм-де көрсетілген. Қазіргі таңда жасалған сымның прототипі ғалым хатшысында берілген, көрсеңіздер болады, танысып. Келесі енді қорғауға ұсынылатын тұжырымдар. Екі тұжырым ұсынады. Бірінші тұжырым қатты фазалық жану әдісін оңтайландыру нәтижесінде EBCO композиттерін алу уақытын 20 сағатқа дейін қысқартылып, фазалық тазалығы 92-95%-ды сақтай отырып, аса өткізгіш қасиеттерін сақталатын анықталды. Алюминий, феррум, никель қоспаларын енгізу арқылы, легерлеу арқылы EBCO композиттерінің критикалық температурасын 92-93 келгенде сақтай отырып, критикалық тоқ тығыздығын 10-15%-ға арттырғаны анықталды. Бұл слайдта бірінші қорғау ұсынылған бірінші тұжырым көрсетілген. Енді бұл тұжырымды ары қарай дәлелдейміз. Бұл слайдта EBCO композиттерінің қатты фазалық синтездеу және фазалық құрамы оңтайландыру кезеңдері көрсетілген. Сол жақ бетте қарасаңыздар, бұл жақта ең алғашқы ұнтақ түріндегі алынған аса өткізгішті композиттеріміз. Оның ішкі тазалығын көру үшін рентгенограммалық талдау жасалынды. Және де дәл солай біздің слайдта оң жақ бөлігін қарасаңыздар, бұл жақта біз үлгілерді таблетка түрінде зерттедік. Енді бұл екі түрде зерттеген кезде ұнтақ күйімен салыстырғанда цилиндрдік таблетка түрінде фазасының үлесі айтарлықтай артқандығын байқауымызға болады. Ұнтақ түрінде 4,7-7,8 массалық пайызды көрсетіп отырса, таблетка түрінде 41-62 массалық пайызға артқандығын көруімізге болады.
Енді бұл слайдта біз тағы да күйдіру уақыты мен пештің түрін, күтілетін фазаға, аса өткізгіш фазаның түзілуіне әсерін зерттедік. Яғни бұл жақта күйдіру уақыты 4 сағаттан 12 сағат аралығында жүзеге асты. Соның ішінен ең жақсы нәтиже көрсеткен уақыты бізде 10 сағаттықта болды. Және де біз екі түрлі пешті қолдандық. Бұл жақта 3 зоналы көлденең құбырлы пеш пен муфельный пешті көрдік. Бұл жақта пештердің өзара алмастыру арқылы ең ұтымды тәсіл 10 сағат таблетка түрінде муфельный пеш, порошок түрінде муфельный пеште, одан кейін таблетка түрінде 3 зоналы көлденең құбырлы пеште жоғарғы нәтиже көрсетті. 73-те 3% көрсетіп тұр массалық үлесіміз. Яғни 920 градус Цельсийда температура күйдіру уақытын ұлғайтып, 3 зоналы құбырлы пешті қолдану аса өткізгіш фазаның үлесін 70 массалық пайызға дейінгі арттыртып, үлгілердің тығыз және біртекті микроқұрылымды қамтамасыз ететіндігін байқауымызға болады. Және де біз реакцияны күшейту мақсатында механикалық белсендіруді пайдаландық. Механикалық белсендіру EBCO композиттердің аса өткізгіш қасиеттерінің ықпалын көрсеңіздер болады. Сол жақ бетінде бұл тәжірибе эксперименттің жасалу кезеңдері көрсетілген. Және де оның тазалық құрамын анықтау үшін рентген фазовый талдау рентгенограммасы көрсетілді. Және де айнымалы тоқтың магний сезімталдық температураға тәуелдігі, яғни 30 механоактивация 30 минут болған кезде ең жақсы нәтиже көрсеткендігін айқын көруімізге болады. Механикалық белсендіру уақытын 30-40 минутқа дейін арттырту, бұл критикалық температураның деңгейін сақтай отырып, критикалық тоқ тығыздығын максимумға жеткізуге болады. Ал 40-50 минутқа дейін ол дисперлеу, яғни агломерация болып, біздің критикалық температурамыз қайтадан түсті. Ол туралы ақпарат біздегі презентацияның оң жақ бетінде, яғни механоактивацияның уақытының критикалық температура мен критикалық тоқ тығыздығының мәндерінің өзгерісі көрсетілген. Яғни байқасақ, 30 минутқа келген кезде біздің критикалық тоқ тығыздығы мен критикалық температурамыз жоғарғы мәнді көрсетіп тұр. Енді бұл қорғауға ұсынылған бірінші тұжырымның қорытындысы EBCO композиттерін қатты фазалық синтездеу кезінде күйдіру уақыты мен ретін, пеш түрін және механикалық белсендіру уақытын оңтайландыру аса өткізгіш фазаның үлесін айтарлықтай арттырды. Бұл синтез уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Критикалық температура 90 кельвин деңгейінде сақтай отырып, критикалық тоқ тығыздығын жақсартуға жағдай жасалды. Бұл таблицада көрсетілген, яғни қатты фазалық синтез арқылы алынған әдістердің жалпылама салыстыру кестесі көрсетілген. Барлық тәжірибелер 920 градуста, яғни біз 60-168 сағаттан 20 сағатқа дейін қысқарттық. Критикалық тоқ тығыздығы мәндері айтарлықтай өзгеріс берген жоқ. Екінші қорғауға ұсынылған тұжырым алюминий, феррум, никель қоспаларын ілгерілеу арқылы EBCO композиттерінде критикалық температураны мән сақтай отырып, критикалық тоқ тығыздығын 10-15%-ға арттырғандығы анықталды. Бұл ең бірінші біз EBCO композитіне көміртекті нанотүтікшелерді модификациялап және оны фазалық талдау жасадық. Бұл слайдта да эксперименттің жасалу кезеңдері көрсетілген, және де фазалық құрамдық талдау рентгенограммасы көрсетілді, және сыртқы морфологиялық түрін көру үшін біз СЭМ микроскоптарымен суреттерін алдық. Яғни көміртек нанотүтікшелермен 0,1-0,3 массалық пайызда ілгерілеу EBCO яғни фазамыздың сақтайды, және осы рентгенограммалық фазалық талдауда фазалық құрамы елеулі бұзылмайды, және СЭМ микросуреттер арқылы нанотүтікшелер дән шекаралары мен беттерінде шоғырланып, потенциалды пинник орталық ретінде әрекет ете алатындығын көрсетеді. Бұл жақта, бұл презентацияда алюминиймен және темір микробөлшектермен ілгерленген EBCO композиттер фазалық және термиялық сипаттамалар көрсетілген. Слайдтың сол жақ бөлігінде біздегі алюминиймен ілгерленген аса өткізгіш материалдарымыздың рентгенограммалары көрсетілген, және де ол эксперименттердің
пайда болуы туралы ТК анализ, яғни талдау көрсетіліп тұр микросуреттерде. Дәл солай сияқты біздегі слайдтың оң жақ бөлігінде біздегі темірмен ілгерленген аса өткізгіш материалымыздың рентгенограммалар көрсетілді. Яғни бұдан байқайтынымыз рентгенограммалар бойынша алюминий микробөлшектермен оңтайлы, яғни 0,5-0,7 массалық пайызда ілгерленген кезде бізде 77,4 массалық үлес көрсетіп тұр. Ал феррум микробөлшектермен артық мөлшерде енгізген кезде ол темір бізде екінші фазалардың түзілуіне алып келіп, термиялық тұрақты нашарлата бастап, біздің критикалық температурамызға кері әсерін берді. Бұл жақта никель мен ілгерленген аса өткізгіш материалымыздың рентгенограммасы көрсетілген. Бұл жақта да байқайтын болсақ, белгілі бір шекке дейін 0,5% мөлшерге жеткен кезде 74,7 массалық үлесті көрсетіп тұр. Одан жоғары ілгерілеу ол пининг орталықтарын қалыптастырып, және қосымша фазалар қалыптастырып, критикалық температураға кері әсерін тигізді. Бұл феррум мен никель қоспаларын төмен концентрацияда, яғни айтарлықтай өзгертпейді, бірақ 0,7-1 массалық пайыз шамасында критикалық температураны төмендетіп, термиялық тұрақтылықты нашарлататын тенденциясы байқалтылды. Слайдтың оң жақ бетінде қоспа мөлшерінің EBCO композитінің критикалық температурасының әсерін график көрсетілген. Яғни байқасақ, біздегі алюминий қоспа концентрациясы массалық үлесі өскен сайын бізде критикалық температура артып жатыр. Темір мен никель белгілі бір мәнге дейін жоғары нәтиже көрсетіп, одан кейін төменгі нәтиже көрсетілгенін байқауымызға болады. Енді бұл ілгерленген EBCO композиттерді аэроғарыштыққа жоғары температура аса өткізгіш қуат жүйелерінде қолдануға жарамдылығы. Яғни бірінші аэроғарыш талаптарға сәйкестігі, электрлік қасиеті, критикалық температурасы 90 кельвинде жұмыс жасайды және жоғарғы критикалық тоқ тығыздығына ие. Механикалық қасиеттері жоғарғы беріктік және дірілге механикалық кернеуге төзімділігі, құрылымдық тұрақтылығы, фазалық тұрақты, термиялық тұрақтылық, я вакуумда тұрақты жұмыс жасай алады, температураға ауытқуларына төзімді. Ілгерілеудің әсері, яғни алюминий 0,7 массалық ілгерленген кезде, ол жақта біздің критикалық температурамыз 90-94 кельвинді сақтайды, құрылымды біртекті, яғни критикалық температурасын артыруға мүмкіндік береді. Феррум мен никель дәл солай, бірақ белгілі бір шекке дейін ғана, егер 0,5 массалық үлестен жоғарыға ілгерілейтін болса, ол қосымша фазаларды екінші фазаның көбеюіне алып келеді. Көміртекті нано бөлшектер ол қосымша пининг орталықтарын түзеді, дән шекаралық байланысын нығайтады, және де көміртек нано бөлшектер көбінесе механикалық қасиеттерін арттыруға жақсы әсер береді. Бұл біз алынған сын прототиптерін қолдану аясы, яғни ғарыштық күн электр станцияларының қуат кабельдерінде ұсынамыз, жеңіл әрі жоғарғы тиімді аса өткізгіш кабель болады. Спутник пен аэроғарыш аппараттарының энергия жүйелері ретінде пайдалануға болады. Қорғауға ұсынылған екінші тұжырым қорытындысы, яғни алюминий, феррум, никель микробөлшектермен, нано бөлшектермен ілгерленген EBCO композиттен критикалық температура 90 кельвинді сақтайды, және де критикалық тоқ тығыздығымыз елеулі артқандығын байқауымызға болады. Олар қоспалар флюс пининг орталықтарын қалыптастырады. Бұл таблицада, яғни негізгі эталон ретінде ілгерленбеген үлгілердің және де әр микробөлшектен нано бөлшектермен ілгерленген үлгілердің критикалық тоқ тығыздығы мен критикалық температурасы көрсетілген. Осы кестеге сәйкес қарайтын болсақ, алюминий 30-50% артқандығы, никель 20-35%-ға, темір 15-30%-ға артқандығын байқауымызға болады. Бұның практикалық маңызы, яғни алынған біздің аса өткізгіш материалдарымыз аэроғарыштық жоғарғы температуралық аса өткізгіш қуат жүйелері үшін мыс қаптамалы аса өткізгіш сымның өзегі ретінен қолдануға жарамды дейміз. EBCO-ның көпірімға қарағанда жоғарғы тоқ сыйымдылығы мен төменгі шығындары ғарыштық аппарат жүйелерінде кабель қима массасын едәуір азайтады. Бұл іске қосудың массалық құнын төмендетуге және де энергетикалық тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Бұл диссертациялық жұмыстың қорытындысы,
яғни қатты фазалық синтездің қысқартылған циклі 20 сағат 9-20 градуста күтілетін фазаның түзілуін тұрақтан тұрады, қосалқы фазалардың үлесін азайтатынын көрсетеді. Нәтижесінде аса өткізгішті критикалық температура сақталады. Онтақ дисперсияның артуы фазалық түрленуін жеделдетіп, тығыздық пен дәлнералық байланыс сапасын жақсартады. Артық белсендіру режимінде қосымша фазалардың өсуі байқалды. Жұмыс үшін рұқсатты интервал анықталды. Қоспалар микроқұрылымды қайта құрып, флюспинник орталықтарын күшейту арқылы критикалық тоқ тығыздығын оң нәтиже берді. Критикалық температура өзгеріс байқалмады, қоспа мөлшері оңтайлы диапазонда анықталды. Дәстүрлі мыс өткізгіштермен салыстырған кезде EBCO-ның жоғарғы инженерлік тоқ сыйымдылығы және де омикалық жоғалтуының төменгі массасын қиманың қысқартуға, жүйелік тиімділікті арттыруға мүмкіндік берді. Керогендік энергетикалық бюджет теңгерілген жағдайда экономикалық негіздеме күшейеді. Ұсынылған синтездік ол материал тану оңтайландыру өндірісті өтімділігі арттыртып, яғни қуат пен пеш сағатты қысқартуға мүмкіндік береді. Алынған EBCO композиттерінің аэроғарыштық қуат тарату жүйелерінде бейімдеуге болатындығын дәлелдейді. Бұл слайдта барлық публикациялар тізімі көрсетілген. 2 Scopus 1 Коксон және де 5 халықаралық конференцияда бұл жарияланымдар шыққан. Және осы жарияланған публикациялардың растайтын анықтамасы көрсетілген. Және зерттеудің гранттық және халықаралық негіздері бұл диссертациялық жұмыстың негізі ретінен 2025-2027 жылы жас ғалым гранты бойынша жұмыс жасалып жатыр. Бұл диссертациялық жұмыстың тақырыбы EBCO негізіндегі композиттердің синтезі және механикалық аса өткізгіштік қасиеттерін жақсарту болып табылады. Осы диссертациялық жұмыстар бойынша 2 мемлекеттен 2 тағылымдамадан өттім. 2021 жылы Идитип университетінде Түркия мемлекетінде материал тану және нанотехнологиялар саласында теориялық және практикалық тәжірибеден өттім. Екіншісі 2023 жылы Польша ғылым институтының, физика институтының шетелдік ғылыми кеңесшімен бірлесіп диссертациялық жұмыстың эксперименттік базасын толықтырды. Және де бұл жұмыстың негізгі қызығушылықтары, яғни біздегі Астанада орналасқан ғаламның қолдау хаты берілген. Осымен менің диссертациялық жұмыстың баяндамам аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет Әйгерім Берікқызы. Сұрақтарға көшеміз. Сұрақтарды қысқа нақты қоюларыңызды сұраймын. Және сұрақ қою алдында хаттама үшін өзіңіздеріңізді таныстырып, аты тегі әкелдіңіз, лауазым ұйымыңызды айтып кетсеңіздер. Алдымен сұрақты диссертация кеңес мүшелері қояды, содан кейін басқа қатысушы сұрақтарды қоюға болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Аягөз Есенбайқызы, доктор PhD, қауымдастырған профессор. Әйгерім, менде сұрақ 14-ші слайд бойынша. Ол жерде сізде механохимиялық белсендіру жүргізгенсіз. Сіз әртүрлі уақыттар алғансыз, иә? Ал сізде тағы қандай өзгерістер болды? Масса шаров на массу порошков деген сияқты. Шарлардың массасы мен ұнтақтардың массасын әртүрлі жасадыңыз ба? Біз тек қана механоксияны пайдаланған кезде тек уақыттар бойынша ғана эксперимент жасадық. 10-20 сағат 10 минуттан 50 минут аралығында, бірақ шарлармен бірде-бір қатынаста ғана жасадық, бірақ өзгерістер жасамадық. Өзгерістер жасамадыңыз. Және менде сұрақ, сізде осы аса өткізгіш материалдарыңызды алатын кезде жұмыстарыңыздың дайындау сатысы бірнеше сатылардан тұрады, иә? Бірнеше. Механохимиялық өңдеу әдісі біріншісі, екіншісі сіз муфилді пеште 10 сағат оны күйдіресіз, одан кейін оны престейсіз, сосын CVD әдісінде тағы күйдіресіз, иә? Иә, CVD. Сіздің жұмысыңыздың экономикалық жағынан қаншалықты тиімді? Басқа әдеби деректерге сүйенсек, бұл аса өткізгіш материалдарды алу уақыты 60 сағат, 120 сағат негізінде болды. Ал біз
екі түрлі пештерді және де осы әртүрлі порошок күйінде, таблетка түрінде механоактивацияны пайдалану арқылы біз 20 сағатқа қысқарттық. Ол енді ол біріншіден экономикалық тұрғыдан электр энергиясына тиімді, адами факторларда тиімді. Жарайды, 18-ші слайд. 18-ші слайдта сіз ТГАДда талдауларын көрсеткен кезде сізде масса потери, мына пиктердің өзгерісі бойынша экзотермиялық, эндотермиялық процестер қай кезде жүреді және ол кезде мына пиктеріңізде қандай фазалық өзгерістер болып жатыр? Бұл жақта уақыты 920 градус кезінде, яғни біздің осы алып жатқан аса өткізгіш материалдарымыз итри барий 2, купрум 3, O7 материал біз осы 920 градус кезінде түзіліп жатқандығын біз ТГ анализдер арқылы нақты көруімізге болады. Жарайды. Сіз CNT углеродный нанотрубки бар ғой, соны қолданыпсыз. Оны өздеріңіз синтездедіңіздер ма, либо сатып алдыңыздар ма? Дайын сатып алдық. Саламатсыздар ма? Мен Жауат Әлғазы, электрондық инженерия кафедрасының профессорымын. Әйгерім, сізге бір сұрақ. Бағана EBSO деп айтывасыз ғой енді. Негізгі бұл асқын өткізгіштердің, бағана композиттердің жоғары температураға төзімді және оттекті ортада белсенді бағана екенін көрсеттіңіз ғой. Алайда ғарыштық ортадашы, мысалы, ана жерде вакуум, бағана радиация болмаса температураның күрт төмендеуі, өзгеруі деген секілді. Сол кезде бағана құрылымы менен бағана қасиеттері қалай өзгереді. Ал енді осы туралы қолданбаларда инженерлік негіздеме бар ма? Соны көрсете аласыз ба? Слайдта айтып өткенімдей, бұл аса өткізгіш материалдар осы типті, осы біздің прототипті типті EBSO аса өткізгіш материалдар қазіргі таңда НАСАның мақаласына сүйене отырып айтсам, ол ғарыштық ортада қолданылып жатыр. Ғарыштық ортада қолданылғанда оның массасын 20 есе азайтқандығын көруімізге болады. Және де бұл жақта сол мақалаға сүйенсек, ол сол жақтың температурасына тұрақты шыдай алатындығын байқауымызға болады. Және де микроқұрылымдық тұрақтылығын біз ол рентгенограммалық талдау арқылы көрсетуімізге болады. Ол сол ғарыштық ортаға сәйкес келетіндігі. Және бұл аса өткізгіш материалымыздың неге біз осы ғарыш саласына ұсынып жатқандығымыз, өйткені ғарыш саласында күн емес кейде, яғни суық температурада біздің электр тоғымыз осы аса өткізгіш материалдарының бойымен өтеді деп ұсынып отырмыз. Жақсы, рахмет. Бірінші сұрағым, мен профессор автоматтандыруын басқару кафедрасының Помогает университеттің профессоры. Әйгерім Берікқызы 6-шы слайдта жаңалықтар. Мұнда мынандай сұрақ. Осы жаңалықтар алынған нәтижелер осы негізгі аса өткізгіш материалдардың инженерлік тұрғыдан оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бұл жаңалыққа жата ма, жатпай ма? Оңтайландыру. Бұрын оңтайландыру болмаған ба? Қандай? Соны түсіндіріп бермекші ма? Жаңалығымыз. Сұрақ түсінікті ма? Иә, түсіндім. Яғни бұл үшінші жаңалығымыз аса өткізгіш материалдардың алу тиімділігі, яғни инженерлік тұрғыдан
былай айтқанда уақытын қысқарту, ол біз инженер тұрғыдан сәл оңтайландыру болып тұр. Және де бұл неде производствоға да енгізетін болсақ, бұл жақта біз пайдаланып жатқан әдістер ол қарапайым түрде болады. Яғни ол муффинный пеште, трубчатый пеште, сол жағынан ол бағанағы материалдық инженер тұрғыдан оңтайландыру деп сол мақсатта жаздық біз. Енді екінші сұрақ. Мына алған аса өткізгіштік материалдарды осы Қазақстанға бізге қажеттілігі қанша? Тонна, жылға ма, жыл сайын қанша керек білесіз? Қалай деп айтасыз? Ол жағын былай толық экономикалық тұрғыдан былай қарастырып көрмедім. Мына мәселемен айналыстыңыз ғой жалпы. Қай жерде пайдаланады? Қанша примерно айтуға болады ма? Енді мен қазір аса өткізгіштерді қазіргі таңда қай жақта пайдаланатынын айтып кетейін. Енді аса өткізгіш материалдар қазіргі таңда нелерде, пойыз жүйелерінде пайдаланып жатыр, левитациямен ұшатын пойыздардан, рентгенограмма томографияда, қой деймін қателеспесем, сол жақта аса өткізгіш материалдарды пайдаланып жатыр. Және де банағы электр тоғын тасымалдау кезінде аса өткізгіш материалдарды пайдалану жоспары, бірақ ол нақтысын айта алмаймын, бірақ электр жүйесіне пайдалану жатыр. Ерлан Таштай, Сәтбаев университеті кафедра меңгерушісі. Менің сұрағым осы сіз жасаған жұмыстың, Әйгерім Берікқызы, Қазақстан зерттеушілердің арасында жасалып жатқан жұмыстар бар ма? Қай мекемеде жасалып жатыр? Жоғарыда тек қана сіз жасадыңыз ба? Сұраққа түсініксіз болды ма? Осы Қазақстанда өзі бар жоғы бір 3-4 қана мекеме қазір ғарыш саласында композиттік материал жөнінде сұрақтар көтеріп жатыр. Соның ішінде қай мекемелермен сіз ақылдасып, осы өзіңіздің жұмысыңызды талқыладыңыз? Бұл жақта эксперименттік жұмыстар жану проблемалар институтында жасалды. Сол жақтың өкілдерімен кеңесе отырып жасадық. Және де осы аса өткізгіш материалдармен жұмыс жасаған рецензентім Дәулет Мақсатұлы екенін білем. Осы аса өткізгіш материалдармен жұмыс жасағандығы туралы. Рахмет. Тағы бір сұрақ, жаңа бір жақсы сұрақ қойылды. Осы сіз жасаған жұмыстың қорытындыларының Қазақстан экономикасында қолдану болашағы туралы бір жақсы сұрақ қойылды. Негізінде әрине алынған тұжырымдамалардың әлеуметтік біздің қолданыста жоқ болғанымен, негізінде көп техника саласында оның өзектілігі көрініп тұр. Соның ішінде жаңағы энергияны беру және алу саласында қандай мүмкіндіктер болады, қандай артықшылықтар болады ғарыштан энергияны алу саласында? Бұл жақта енді біз энергия тасымалданған кезде, яғни А пункттен келесі пунктқа барған кезде, ол жақта энергия шығыны болатындығын білеміз. Енді аса өткізгіш материалдарды сол дәстүрлі кабельдердің орнын алмастыратын болса, ол жақта біздегі ішкі меншікті кедергісі болмаған кезде ол энергияны шығынсыз тасымалдайды. Яғни тасымалдайды. Одан кейін дәстүрлі сымнан қарағанда оның салмағын едәуір азайтуға болады. Яғни мысалы енді ғарыш аппаратында
ғарыш аппаратына осы аса өткізгіш сымдарды орнататын болсақ, мысалы, ол жақта біріншіден салмағын азайтамыз, және де энергия шығыны бағанағы ешқандай шығынсыз тасымалданатын болса, бағана ғарыш аппаратының жұмыс істеу несі өмірі сәл ұзарады, енді былай айтқанда. Соған негізделе отыр. Рахмет. Так, менде тағы бір сұрақ бар еді. Ана үлгілердің критикалық температуралары шамамен бірдей деп айтылады. Мұнда мысалы тоқтың тығыздығы мен критикалық температураның магнит өрісіне тәуелділігі салыстырмалы түрде зерттелген ба мысалы? Магнит өрісіне. Соған жауап бермесеңіз. Ол магнит өрісіне толығымен зерттемедік біз. Біз негізгі жұмыстың диссертациялық мақсаты критикалық тоқ тығыздығы мен критикалық температурасына басты назар аударылды. Сіз бағана ғарыштық ортада мысалы соны қарастырдық деп талқыладық деп айтқан сияқты болдыңыз. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Келген қонақтарға, қатысушыларға. Сұрақ қойылған. Дәулет Мақсатұлы Сергеев, кафедра меңгерушісі, Талғат Пегелдиев атындағы әуе қорғаныс күштерінің физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор. Мен енді бұл салада 15 жылдай осы асқын өткізгішті зерттегенмін. Сондықтан арада енді инженерлік әйгерімнің жұмысы көбінесе инженерлік бағытта болғаннан кейін мен аса көп физикасын сұрамай-ақ қояйын. Тек инженерлік бағытта біз космостық ортада деп отырдық та, космостық ортада болатын болса, осы асқын өткізгіштерге радиацияның әсерін қарастырып көрдіңіздер ме? Мысалы қарапайым және рентген сәулесінің әсерін қарастырсаңыздар да жеткілікті болар еді. Осы жағынан есеп. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ жаңа айтып кетіп жатыр. Феррум, никель, сосын алюминий және көміртекті нанотүтікшелер деп жатыр. Мына енді жақсы. Феррум, никель бұл магнитті материалдар болғандықтан пининг ортасы қалыптасады деп жатсыздар. Неліктен бұл феррум мен никельді алдыңыздар деген да? Бұны неге философиясын айтып жіберсеңіз? Негесең феррум мен никель өзі магниттік ортада болғандықтан магнетизм мен асқын өткізгіштік бір-біріне қарама-қайшы құбылыстар. Тек қана соңғы 2008 жылдары табылған арсенид, темір арсенид негізіндегі асқын өткізгіштерде онда тіпті ерекше жағдай, оның химиялық стихиометриясына байланысты. Бұларда неге осы екі металды қарастырдыңыздар, басқа емес, соны айтып өтсек. Және мына көміртекті нанотүтікше деп отырмыз. Көміртекті нанотүтікше болғанда қандай көміртекті нанотүтікше қолданыңыздар? Негесеңіз көміртекті нанотүтікшелер бізде көп болды. Хиральдық коэффициентіне байланысты әртүрлі неге береді бізге? Өткізу қабілеті, өткізгіштігі де өзгеріп отырады. Хиральностьқа байланысты. Соны қандай хиральность алдыңыздар, әлде тек қолға түскен көміртекті нанотүтікше ме? Сол туралы жауап берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Бірінші, біз әлі бұл диссертациялық жұмыс негізгі фундаментальны болғандан кейін біз ғарыштық салаға толығымен келетіндігін былай зерттемедік. Радиацияға неге өткенде рецензияда неге рентгенге салып көрмедіңіздер деп ұсыныс тастадыңыз. Ол кезде біз ол жағы толығымен қарастырмаған болатынбыз. Және де никель мен феррум, олар ферромагниттік материалдар. Бізде енді үлгілерді алған кезде көбінесе енді қолжетімді бірінші ең көп таралатын және қолжетімді материалдарды
таңдадық, алюминий, феррум, никельдерді. Бірақ феррум мен никель белгілі бір аз үлесте қосқан кезде ол критикалық температурасын өзгертпейтіндігін байқадық, кері әсерін бермейтіндігін, ол көп мөлшерде ғана қосымша бағанағы фазалардың пайда болатындығын анықтаған болатынбыз. Және де нано көміртекті нано түтікшелер енді ол институттағы бар нені қостым сөздің ашығы. Қиранысты қарағандысыздар, білмейсіздер. Қарағанды. Сұрақтарыңыз бар ма? Көмектесер. Сұлтан, шетелдікке баршы. Құрметті әріптестер, сұрақ болмаса, ғылыми кеңес кеңесші сөз сөйлеуіне көшеміз. Сөз отандық ғылыми кеңесшіге беріледі. PhD қауымдастырылған профессор Жану проблема институтының жаңа материалдарды синтез зертханасының меңгерушісі Санат Төлендіұлы. Құрметті Санат Төлендіұлы, сөз сөйлейді. Қайырлы күн, құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері және рецензенттер. Оны енді кішкене кіріспе ретінде айтайық, бұл өзі 2019 жылы бекітілген тақырып. Сол кезде кеңестің төрағасы отырған Қуаныш Арынғожаұлы кафедра меңгерушісі болған кезде қолдап бекіткен едіміз. Сол 2019 мен 2022 жылдары бізде Әйгерім осы теориялық жағынан жұмыс істеді. Бұл неге айтып жатыр дегенім, себебі неге ұзақ қорғамады деген сияқты. 19 пен 22-нің арасында докторантураны оқыды, одан кейін өзіңіз білетіндей коронавирус болды. Сонымен қоса әртүрлі яғни жағымды жаңалықтар болды өзінің өміріндегі, содан кішкене өзгерістер болды. Сол басын көтере берген кезде біз өзінің тақырыбы негізінде, яғни өзінде басқа да жолдарды көрдік. Мынау механикалық қасиеттерін дамыту бойынша біз жоба беріп, 23 жылы бердікті. 24 жылы беріп, былтыр 25 жылы жас ғалым жобасын жеңіп алдық. Бұны айтып жатқан себебім қазіргі таңда бұл ішінде жас ғалым ішінде екі не болды, эксперттер болды, өте жоғары балл қойды, яғни бұл тақырып актуалды, яғни практикалық маңыздылығы бар екенін атап өтті. Сонымен қоса, мынау әріптестеріме жауап ретінде қазіргі таңда неге бұл Қазақстанға керектігі, өзіміздің ғарыш саласында жүрген мамандар біледі, бұл біз ғалам деген өзіміздің отандық наноспутник, микроспутник шығатын орталықпен де байланыстық. Оларда бізге мынау жобаны беріп жатқанда қолдау хатын берді, яғни эксперимент дайын болған кезде оларда тексеруге мүмкіндік болатын. Ал докторант біздің ізденуші Әйгерім келетін болсақ, ол жұмысында айтып кеткендей, ол көп деген мәселелерді оңтайландырды. Рецензентті өзі нақтатып өтті, яғни бұл жерде көбінесе инженерлік бағытта болды. Ал неліктен мынау феррум никельге келетін болсақ, мынау ізденуші Әйгерімді қоса айтты. Мен де айтып кетейін, себебі бұлар басында аса өткізгішпен айналысатын адамдар біледі, бұл мүмкін емес деп. Бірақ осы жақында, осы 5-6 жыл бұрын ғана өзі темір негізінде қазір астына өткізгіштер пайдаланып отыр. Олардың да жаңалықтар ашып отыр. Сол себептен енді ашылған кезде біз қосу себебіміз осы болатын. Неліктен никель, феррум қоспаларын. Ал енді көміртек нанотрубканың енді біз өзіміз сатып алдық, дайын күйінде бір қабаттылығысын. Себебі біздің мақсатымыз бұл жерде асқын өткізгіштердің көміртекті дегеніміз бұл жерде электрондық, яғни және дыречный дейді ғой өзі, концентрациясын көбейту. Ал мына микробөлшектерді бізде басқа бағытынан көру үшін, яғни микро наноның қалай әсер ететінін көру үшін. Ең басты бір жаңалық шыққаны бұл ізденушінің. Біз басқа ғалымдарға мынау қазірде қатысып отыр, вьетнамдық ғалым, польшалық ғалым. Біз өзіміздің институт проблемалармен жұмыс істеген арқасында біз механоактивация деген процесті жақсы білдік.
көбінесе бұлар синтез жасаған кезде соны қолданбайды екен. Неліктен біз соны қолданбасқа деп. Яғни ұнтақтарды синтездемес бұрын оны активтеуін алу үшін. Соны активтеу арқасында біз температурасын да қысқарттық, уақытын да қысқарттық. Сол біздің рецензент уақытша келісімшілердің жауабы ретінде, яғни бұл жерде сол материалды алудың уақытын қысқарттық, синтездеу процесін. Яғни критикалық температурасы, тоқ тығыздығы сол шамада болғанмен де алу уақыты қысқартылды. Ал енді ізденуші Әйгерім жайлы айтатын болсақ, ол өзінің жұмысын айтып өткендей толыққанды өзі жүргізді. Қыз баласы болса да, яғни барлық эксперименттерді өз қолымен жүргізді. Қондырғылармен жұмыс істеді, порошоктарды да араластырды, яғни толыққанды бұл эксперименттер өзінен өтті. Теориялық жағынан болсын, эксперименттік жағынан болсын, өзінің бір дербес зерттеуші ғалым ретінде көрсетті деп есептеймін. Соның нәтижесі бір дәлелдеген жас ғалым, екіден бір ғалым жеңе бермейді жастардан, сол бір дәлел ретінде отырмын. Өзімнің ойым, қазіргі таңда әрине бұны ары қарай тереңдетуге болады, дамытуға болады, бірақ диссертацияға талапқа келетін базалық минималды талаптарға жауап береді деп ойлаймын. Мақаласы бойынша, диссертациясы бойынша ары қарайғы жұмыстары ол жас ғалым бойынша жалғасады. Одан кейін жас ғалымнан кейін енді барлығымыз білеміз, ол ары қарай гранттық жобамен жалғасады деген үміттемін. Өзім бұл жұмысты қолдаймын, сіздерді қолдауды сұраймын. Рахмет. Рахмет. Енді шетелдік ғылыми кеңесшісі Польша академия, ғылым академиясының физика институтының ғалымы Ивановский-Шнның пікірін ғалым хатшы оқып берсеңіз. Құрметті әріптестер, Ивановский-Шнның уақыт тығыздығына байланысты ол кісі қатыса алмады. Сол сын пікірдің ағылшын нұсқасы және сол пікірдің нотариально мақұлданған аудармасын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде орындалғандықтан және менің қазақ тілін меңгермеуіме байланысты оның мазмұнына толық әрі жан-жақты талдау жасау мүмкін болмады. Осы ресми пікір диссертацияның авторефератында келтірілген мәліметтерге, сондай-ақ диссертанттың Польша ғылымдар академиясының физика институтында болған кезеңіндегі ғылыми зерттеу қызметіне жеке бақылау нәтижелеріне негізделіп дайындалды. Диссертациялық жұмыс авиациялық және аэроғарыштық салаларды қолдануға арналған жоғары температуралы асқын өткізгіш композиттерді синтездеу мен олардың қасиеттерін зерттеуге арналған. Ұсынылған материалдардың зерттеудің негізгі мақсатында негізделген және асқын өткізгіштік сипаттамалары жақсартылған, атап айтқанда критикалық температурасы мен критикалық тоқ тығыздығы жоғары композиттерді әзірлеу болғаны анықталады. Диссертациялық жұмысты орындау барысында ізденуші қатты фазалық синтезді, механикалық активацияны, сондай-ақ күйдіру параметрлерінің және алюминий, темір, никель мен көміртекті нано түтікшелермен регулирлеудің әсерін қамтитын кешенді эксперименттік зерттеулер жүргізген. Материалдардың құрылымдық және асқын өткізгіштік сипаттамалары рентгендік дифракция, сканерлеуші электрондық микроскопия, термиялық талдау және физикалық қасиеттерді өлшеу жүйесі әдістерін қолдану арқылы зерттелген. Ізденуші менің жетекшілігімен Польша ғылымдар академиясының физика институтында жүргізілген магниттік өлшеулерге белсенді қатысып, кәсіби дайындық және эксперименттік құзыреттіліктерді танытты. Диссертациялық зерттеудің негізінде нәтижелері 8 ғылыми мақала жарияланған, оның ішінде 2 халықаралық Scopus дерек қорына индекстелетін журналдарда жарық көрген. Диссертациялық жұмыс 3 тараудан тұрады. 97 бетте баяндалған 45 сурет, 20 кесте және 133 биографиялық дерек көзді қамтиды. Шетелдік ғылыми кеңесші, Польша ғылымдар академиясы физика институтының информатика бөлімінің меңгерушісі, PhD доктор Przemysław Ивановский. Рахмет ғылыми кеңесшілеріне. Енді келесі пікір айту үшін сөз ресми рецензентке беріледі. Физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, 2 мәрте Кеңес одағының батыры Бигелдинов атындағы Әуе қорғаныс күштері әскери институтының жалпы инженерлік пәндер кафедрасының меңгерушісі Сергеев Дәулет Мақсатович. Құрметті Дәулет Мақсатович. Рахмет.
Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы және мүшелері, барлық қатысушылар. Әйгерім Берікқызының жаңа баяндап өткен аэроғарыштық мақсаттар үшін арналған жоғары температуралы асқын өткізгіш композиттерді алу және олардың қасиеттерін зерттеу тақырыбында баяндамасын тыңдадыңыздар. Осы баяндамаға жазған сын пікірімді сіздерге жеткізейін. Енді ғалым хатшыдан сұрайтын, қазір сіздерде қалай формат? Түгел жеткізу керек па пунктім, әлде өзімнің қысқаша ойымды айтсам жеткілікті ме? Неге десеңіз, әр диссоветте әртүрлі нелер қойылады, кейбіреулердің бүкіл қазір енді несі өзгерді ғой талаптар. Толтырып жазған неміздің бәрін оқытып қоятын диссоветтер бар. Сосын сұрап алып жатқан. Енді жаңағы көптеген сұрақтар қойылды. Оның ішінде асқын өткізгіш деген бізде Қазақстанда енді кенде қалған бір бағыттардың бірі еді негізі. Осы Әйгерім Берікқызы сияқты біздің докторанттар арқылы бұл салада да біз алға шығамыз деген үміттемін. Неге десең, асқын өткізгіш шынымен де бұның практикалық маңызы өте жоғары екенін, бұның фундаменталды физикада, іргелі физикада бағытын былай қойғанда, бұның практикалық бағыты өте жоғары сұранысқа ие болды. Неге? Өйткені қарап отырсаңыздар, осы асқын өткізгіш бойынша 7-8 Нобель сыйлығын алған ғалымдарымыз бар. Оның ішінде 2025 жылда да осы Нобель сыйлығын алған Матиас. Бұлар жаңағы Джозефсон элементі, яғни асқын өткізгіштік элементтер арқылы кванттық компьютер элементтерін құрастырмақшы. Квантовый бит, кубиттер құрастырмақшы. Одан бөлек, кванттық биттен бөлек, бұл асқын өткізгіштің қолданудың ең маңызды бағыты бұл ток-ограничитель дейді. Немесе асқын өткізгіштен өткен ток жаңа критикалық мәннен асқан кезде, жоғарылаған кезде, асқын өткізгіштік бізде қалыпты күйге түседі, немесе диэлектрик болып кетуі мүмкін. Солай бұл жаңағы біздің құрылғыларымызды сақтандырады. Яғни ток-ограничитель бұл асқын өткізгіштік пайда болғаннан кейін шыққан бір ең маңызды практикалық қолданыстарға ие болған. Енді ары қарай қарап отырсақ, қазір томография, магнитокардиография, осының барлығында асқын өткізгіштер қолданылады. Неге десеңіз, бір асқын өткізгіштік жоғары сезімтал дейді ма, сезгіш дейді ма, датчиктерді пайдалануға кеңінен пайдаланылады. Неге десеңіз, қазір мидың несін қолдану үшін, биополисін түсіру үшін асқын өткізгіштік Джозефсондық элементтер кеңінен қолданылуда. Бұлар деген, және өздеріңіз білесіздер, асқын өткізгіштік арқылы біз немесе жаңа вольт, солардың эталонын да жасап жатыр. Қазір баяғыдай эталонды істеу үшін бізге асқын өткізгіштік жеткілікті. Оның өтірден кейін неше 12-ші ма несіне дейін дәлдікпен анықтайтын осы эталондар ойлап табылды осы асқын. Енді осындай бағытқа арналған диссертация ғылыми жұмысын, ғылыми жетістіктерін маған осындай жұмысына пікірімді білдіру, бұл мен үшін өте қуанышты дейін бірінші. Енді диссертацияның негізгі мақсаты бұл итрибарий купрумо негізіндегі жоғары температуралы асқын өткізгіштік композиттерді синтездеу. Жаңа айтып кеткендей, бұндағы негізгі ғылыми жаңалығы механоактивациялау арқылы асқын өткізгіштерді өсірудің, алудың, синтездеудің уақытын азайту. Ең бірінші жетістіктері осы. Екінші жетістіктер енді әртүрлі қоспалар қосып көрген, жаңа ғылыми жетекшісі айтып кетіп жатыр. Енді бұл белсендірулердің өзінің қоспалардың негізі ғылыми неге қарап отырсақ, ғылыми қауымдастыққа
неше түрлі нәрселерді осы асқын өткізгіш температураны көтеру үшін, критикалық температураны көтеру үшін неше түрлі химиялық элемент, оның ішінде органикалық қоспаларды қосумен айналысады негізі көбісі. Бұл мақсаттың бірі неде болса бөлме температурасына жетсек екен деген арманы. Енді жұмысқа қойылған барлық бірқатар міндеттер, ғылыми міндеттер толық шешілген. Атап айтқанда асқын өткізгіш фазаның түзілу заңдылықтары, жаңа механикалық белсендіру, химиялық өңдеудің әсері, сондай әртүрлі қоспалардың материал қасиеттеріне ықпалы жүйелі түрде қарастырылған. Енді зерттеу нәтижелері нені көрсетті? Бұлар алюминий қоспалары белгілі бір концентрацияда материалдың құрылымдық тұрақтылығын арттырып, критикалық температураның жоғарылауына ықпал ететінін көрсетті. Ал темір мен никель туралы біз жаңа айтып кеттік, бұлар критикалық температураны төмендетеді. Бұл енді басында да белгілі болған шығар, енді бұл ары қарай қызығушылықпен жасалған нәрсе деп ойлаймын. Ары қарай енді қызық нәрсесі бұл көміртектен түтікшелердің әсері күрделі сипатқа ие болып, олардың тиімді енгізілген мөлшерде бұлар да критикалық температураға шамалы да болса өзінің үлесін қосатыны көрсетілген. Зерттеу нәтижелері толықтай жаңа теорияға қалыптастырылмағанмен, олар жоғары температура асқын өткізгіш материал зерттеу саласында ғылыми бағыттарды тереңдеп, оны ары қарай нақтылайды деп есептеймін. Енді өзіне Әйгерім Берікқызының өзіне айтып кеткендей, жаңағы бұл асқын өткізгіштерді сипаттауда біз Бардин-Купер-Шриффер теориясын негізі алатын едік. Әйгерім де осы бағытпен кеткен. Енді ұсыныс есебінде айтып кеттік, біз қазір спин флуктуациялық теория бар, басқа да жоғары температура асқын өткізгіштерді сипаттайтын әртүрлі жаңа модельдер, және оның ішінде қазір трендте маргинальды модельдер бар, соларды қарап шығуына болады. Жұмыстың әдістемелік деңгейі жоғары деп бағалаймын. Зерттеу барысында заманауи ғылыми әдістер кеңінен қолданылған. Оның ішінде рентгендік дифракциялық талдау, сканерлеуші электрондық микроскопия, термиялық талдау және асқын өткізгіш параметрлерін өлшеуге арналған PPMS деген жүйе пайдаланылған. Бұл әдістер алынған нәтиженің сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз етеді. Диссертацияның құрылымы классикалық ғылыми талаптарға толық сәйкес келеді. Кіріспе бөлімде зерттеудің өзектілігін негізделген, әдеби шолу бөлімінде тақырып бойынша негізгі ғылыми еңбектер талданған. Зерттеу бөлімі зерттеу тәсілдерін сипаттайды, ал нәтижелер мен талқылау бөлімінде алынған деректер жан-жақты қарастырылған. Жұмыстың практикалық маңызы жоғары, бұл қайталап айтпай-ақ қояйын, жаңа ғана басында айтып өттім. Зерттеу нәтижелері жоғары қуатты электр құрылғылары мен энергия тасымалдау жүйелерін дамытуда қолданбалы мәнге ие. Сонымен бірге жаңа айтып өткендей рецензияда бірқатар ескертулер көрсеттім. Бұнымен Әйгерім Берікқызымен бұл туралы біз сөйлестік. Енді айтып кететін болсақ, диссертация мәтінінде жекелеген техникалық және редакциялық қателіктер кездеседі. Бұны түзеген деп ойлаймын. Сондай-ақ терминологияны біріздендіру мақсатында аса өткізгіш терминін болашақта асқын өткізгіш терминіне қолдану ұсынылады. Неге десең, біздің мемлекеттік терминология комитеттің несі бойынша сверхпроводимость, супокондуктивити бұл асқын өткізгіш деп аударылады қазір. Енді жоғары температуралы асқын өткізгіш кабельдердегі асқын өткізгіш қасиеттерінің ұзындыққа тәуелділігін бағалауда перколяциялық теория элементтерін қолдану жұмыстың ғылыми тереңдігін арттыра түсіреді. Бұл не деген сөз? Бұл біздің итрибари купрумо деп алып отырғанымыз бұл поликристалл. Яғни біздің асқын өткізгіш гранулаларымыз үзіліп қалуы мүмкін.
егер үзіліп қалған жағдайда олардың арасы 2 нанометрден аспайтын болса, бұл арада бізде әлсіз байланыстар дейді, немесе сверхпроводящие слабые связи дейді, weak superconductivity деп. Сол Джозефсон эффектісі арқылы, туннелдену эффектісі арқылы бұл арада ол көп байқалмайды. А егер біз 2 нанометрден асып кететін жағдай болғанда, бұл арада біз перкалляциялық теориямен есептеуіміз керек. Бұл жаңағы итри бари купрумо, EBCO деп отыр ғой, композиттері қан жасаған кезде біздің өткізгіштігіміз қанша ұзындыққа дейін өзінің асқын өткізгіштігін үзілмей сақтауға болады деген сияқты. Так, енді алынған нәтижелерді заманауи әдеби деректермен салыстырмалы талдау әлі де кеңейтілсе, соңғы шыққан жұмыстармен, бұл ғылыми жұмыстың негіздемесімен дәлдігін күшейте түсер еді. Осындай ескертулер, бірақ бұл ескертулер ұсыныстық сипатқа ие және диссертациялық жұмыстың ғылыми мазмұнына, алынған нәтижелердің дұрыстығына және жалпы қорытындылардың сенімділігіне елеулі әсер етпейді. Енді қорыта келсек, Әйгерім Берікқызы Советінің аталмыш диссертациясы жоғары дәрежеде орындалған, жұмыстың ішкі бірлігі сақталған және ғылыми жаңалығы жинақталған диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау және аттестация комитетінің ғылыми дәрежелер тағайындау ережесі талаптарына толығымен сәйкес келеді. Ал оның авторы 8D0705 ғарыштық техника және технологиялы білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алуға толықтай лайықты деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, құрметті Дәулет Мақсатович. Кеңес мүшелері рецензентке сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақ болмаса, келесі сөз ресми рецензентке беріледі. Доктор PhD, қауымдастырылған профессор, аэроғарыштық мақсаттағы материалдар зертханасының меңгерушісі Мұстафа Лаура Молдакаримовна. Өтінемін сізге сөз. Саламатсыздар ма, құрметті диссертация кеңесінің төрағасы және диссертация кеңесінің мүшелері, қатысушылар. Мен Әйгерім Берікқызының ресми рецензиясын жазбаша пікірімді оқып кетейін. Диссертация тақырыбына ғылым даму бағытына байланысты сәйкестігі дейді. Диссертациялық жұмыс ғылыми даму барысында гранттық жоба шеңберінде жүзеге асырылған және бұл диссертация басқа мемлекеттік бағдарлама аясында орындалмаған. Ғылым үшін маңыздылығы ол диссертация жұмыс жоғары температуралы аса өткізгіш материалды алу технологиясын жетілдіруге бағытталған. Өзі жазу принципі орындалған жұмыс дербестігі мен өз бетімен орындалғаны жоғары деңгейді көрсетеді. Ішкі бірлік принципі диссертацияның өзектілігі толық негізделген. Диссертацияның маңыздылығы толық айқындалған және мақсаты мен міндеттері зерттеудің диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелер логикаға байланысқан. Автор зерттеу барысында қолданған тәсілдер мен жүйелеп олардың жетілдіру бағыттарын ұсынған, ғылыми көзқараспен салыстырылып талданылған. Және ғылыми жаңалығында диссертация қорытындысы жүргізілген эксперименттер мен зерттеулер бағыты бойынша белгілі ғылыми мәліметтерді дамытуға бағытталған. Негізгі тұжырымда алған эксперименттік деректермен және қолданылған әдістеменің дұрыстылығымен негізделген. Қорғауға шығарылған ережелерге байланысты диссертациялық жұмыс ұсынылған ғылыми нәтижелер эксперименттік зерттеулер арқылы алынған және олардың дұрыстығы түрлі әдістермен расталған. Алынған нәтижелер жаңа деректермен толықтырылған.
нәтижелерін қолдану аясы энергетика және материалтану салаларында, шектелме және аэроғарыштық техникада да қолдануға бағытталған. Негізі ғылыми нәтижелер диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар бар. Және де теориялық қорытындылары, модельдері, эксперимент нәтижелерімен дәлелденген барлығы. Практикалық құндылығы, бағана айтып кеткендей, барлығы міндеттерімен, шешулерімен бәрі айқын қолданылған. Жазу ресми сапасы, диссертациялық академиялық жазуына сапасы жоғары, жұмыс толық сипатқа ие, тұжырымдар мен қорытындылармен дәлелденген. Диссертациялық жұмысқа ескертулер жұмыстың жекеленген бөлімдерінде нәтижелерінде негізінен сипаттамалық түрде берілген олардың сандық талдау элементтерімен толықтыру орынды болар еді. Кейбір технологиялық параметрінің материалды қасиеттеріне әсерін теңірек талдауын қажет етеді. Сондай-ақ алынған нәтижелі практикалық қолдануға нақты инженерлік жүйелерде апробациялық мүмкіндік қарастырылған. Жұмыстың қолданбалы маңызы арта түсер еді. Көрсетілген ескертулер жалпы ғылыми нәтижелердің маңыздылығын төмендетпейді. Докторанттың 8 ғылыми мақалалары бар екен, соның ішінде 2-і Scopus деректеріне сәйкес келеді. Және диссертациялық жұмыс қолданбалы бағытқа орындалған және алынған нәтижелер практикалық маңызға ие. Зерттеу барысында барлық міндеттері шешілген және нәтиже жеткілікті деңгейде негізделген. Осыған байланысты диссертациялық жұмысты Совет Әйгерім Берікқызының аэроғарыштық мақсатта үшін арналған жоғары температуралы аса өткізгіш композиттерін алу және олардың қасиеттерін зерттеу тақырыбында диссертациялық жұмысты Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне дәрежелерді беру қағидаларының талаптарына сәйкес келетін 8.07.105 ғарыштық техника технология мамандығы бойынша философия доктор дәрежесін алуға лайықты деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Ауыран Молдакаримдік кеңес мүшелері, рецензентке қойатын сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақ болмаса, құрметті әріптестер, диссертацияны талқылауға көшеміз. Сөз диссертациялық кеңес мүшелеріне және қатысушыларға беріледі. Өз ойларыңызды қысқаша нақты айтып кетсеңіздер. Айтар алдында өздеріңізбен таныстырып, қай жерден, қандай лауазымда, фамилия, аты жөн толығымен айтып, ол протоколға керек. Можно выступить, да? Первые члены диссертационной комиссии, потом участники. Yeah, we have the question. Yeah, it would be my pleasure to serve as a committee member for Ms. Soviet for successful PhD thesis defense. I have carefully read the information and also tried to listen to some questions common from all committee members. And now I would like to give 2 short questions since all of us have carefully and deeply discussed about the scientific fighting in her thesis. So my question is, I would like to give 2 questions for her. The first one, how do you see the practical implementation of your research in Kazakhstan? And which sector or how about the applications could be benefit most from your research? I mean the contribution of your research in your country or the productivity in Kazakhstan. And my second question is, what is the role of doctrine in your study? You have tried to do 3 kind of elements with different content, right? So I would like to listen to the role of doctrine, proposed doctrine in your study.
This is only two short questions. екі сұрақ қойдыңыз. Түсіндіңіз бе? Thank you so much. түсіндім. Жоқ. Презентация болсын. Thank you for your questions. My research can be applied in the energy and high-tech sectors of Kazakhstan. The development superconducting materials promise the current limited magnetic shielding systems. Doping in my study is used to modify the microstructures and superconducting properties. At the doping level must be optimized. Science exercise additions can degrade phase and reduce performance. That's all. That's all. Yeah, thank you so much. And one more thing, I read overall the series and PPT. I have not seen any JC usually measure by PMS or PPMS. So in the future, do you have any plan to start this kind of measurement to improve the television quality for power application of the YECU compound? Do you have any plan? Басқа контурны қолданасыз ба? Будущее. Планыңыз қандай дейді? Бар дейсіз ғой, I have the used energy sectors of Kazakhstan. Оптимизациясының бағытымыз ғой, соны Okay. No problem. My point is I just would like to recommend you to continue to expand your study to check JC the sample. See the PC very good. It's around above 90 candidate. It is very typical for YECU. So if we can check or analyze JC, it would be much better for future publication. Thank you. I have no more questions, so thanks to Mr. Chairman. Thank you very much. Бақарай Есенбайқызы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Совет Әйгерімнің жұмысына келетін болсақ, тыңдап өткендей, бұл өте ауқымды жұмыстардың бірі болып саналатын және оған қойылған барлық тапсырмалар мен мақсаттарға қол жеткізгенін көруге болады. Және де қазіргі кезде Қазақстан Республикасында бізде аэроғарыштық облысқа өте көп мән беріліп жатыр. Себебі біз өзіміздің зымыранымызды ұшырғымыз келеді, біз өзіміздің қатты зымыран отындарын жасау сатыларын бірнеше ұйымдар айналысады. Сонымен қатар осы аэроғарыштық мақсатта аса өткізгіш материалдар жұмыстары жасалып және ол жерде жаңалықтарға жетіп жатқанына қуаныштымын. Себебі мен қатты зымыран отындарымен айналсам, ал аса жаңағы өткізгіш материалдарды білмеген екенмін. Сондықтан да Әйгерімнің жас ғалым жобасын ұтып алып және оның ғылыми жетекшісі атанғанына қуаныштымын және
осы жас ғалым жобасын ұтып алу ол жұмыстың өзектілігін көрсететін ең маңызды көрсеткіштердің бірі деп санаймын. Сондықтан да Айгерім, сізге болашақта сәттілік тілейміз. Жобаңызды жақсылап аяқтаңыз. Мен бұл жұмысты толықтай доктор PhD атағын алуға лайықты деп санаймын. Рахмет. Рахмет. Рұқсат болса, жаңағыда көп сөйлеп едім. Негізі жаңа асқын өткізгіш деп айттым ғой. Бұл деген Қазақстанда бір дамымай қалған сала деп ұмыт қалған салалардың бірі. Негізі қазір осындай жұмыстарды көріп қуанып отырмыз. Енді айта кететінік бір үлкен энергетикалық форумда айтқан осы асқын өткізгіштің температурасын көтеріп алсақ дейді, бүкіл әлемнің энергетика энергия шығаратын центрлері немесе станцияларын асқын өткізгіш материалмен байланыстырып қойсақ дейді. Кедергі жоқ қой. Онда біз деген әлемдегі энергетикалық проблеманы шешеміз. Неге десеңіз, планетамыздың бір жағында түн болып жатқанда энергия көп қолданылмайды. Мына жақты қолданып жатқан кезде, ана түнде энергия қолданылмай қалған жақтың станцияларының энергиясы жер шарының келесі бөлігіне лезде жетіп барады. Неге десең, бұнда кедергі жоқ. Жолевое тепло дейміз ғой. Бізде оны ұмытамыз. Асқын өткізгіш тек жедел бізге кез келген дүние жүзінің кез келген нүктесіне электр энергиясын қамтамасыз етіп отырады. Осындай бір қызық пікірлерді жапон ғалымдары осы үлкен форумда айтқан. Сол себепті мен ойлаймын, осы жастар арасында көптеп осындай заманауи бағытпен болашағы бар айналысса деймін. Соның бірі міне Әйгерім Берікқызы деп есептеймін. Осындай қорықпай батыл асқын өткізгішке. Неге десеңіз, біздің кезімізде асқын өткізгішті физикадан алу бұл қиыннан қиыны болатын. Неге десеңіз, бұның физикасы өте күрделі. Кванттық, макроскопиялық кванттық құбылыс болып саналады асқын өткізгіш. Сондықтан осындай бағытты қорықпай алып отырғанына және белгілі бір дәрежеде жетістікке жетіп отырғанына қуаныштымын. Және әлі де жаңа айтып кеттік, тек мына итри бари купрумодан басқа бізде висмут негізіндегі асқын өткізгіштер бар, және де басқа да элементтермен доперлеп химиялық қысым дейміз ба, химические давление дейді ғой. Соларды оңтайландыру арқылы мүмкін жаңа асқын өткізгіш түрін қазақстандық ғалым ойлап тауып қалар деген ниеттемін. Сол себепті мен жұмысты толық қолдаймын, және барлықтарыңызды осындай жұмыстарды қолдауға шақырамын. Рахмет. Рахмет. Еще кто-то, если хочет выступить? Добрый день, уважаемые коллеги. Фоменко Сергей Михайлович, Институт проблем горения, ведущий научный сотрудник. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, члены Совета, рецензенты и всем присутствующим. Ну, хотелось бы сказать, что эта представленная работа Айгерим выполнялась в нашей лаборатории в Институте проблем горения. И мы все были свидетелями и участниками того, как добросовестный, хотелось бы это отметить, добросовестный, организованный подход к выполнению этой работы, диссертации. Достоверность результатов не вызывает сомнений за счет того, что, конечно, использовалось довольно современное оборудование наше. И, кроме того, работа выполнялась в нескольких научных ведущих центрах. Институт физики польский имени Марии Кюри, технологический университет в Стамбуле. И там были выполнены некоторая часть работы, вот Айгерим выполняла. Помимо того, что, конечно, это направление еще достаточно молодое для нашей страны, направление научное.
И поэтому вот, конечно, выбрали хорошо и руководитель молодой, талантливый руководитель наш Санат Тулюндеулы и сама Айгерим, они выбрали эти научные центры, где проходили стажировку. Так, ну, эта работа, она выполнялась также в рамках грантового проекта. И это молодой ученый, да, это тоже свидетельствует о том, что об организации, об организованности и о целеустремленности диссертанта. Ну, что касается работы, конечно, вот в этой системе И3 Бари Купрумо, конечно, она достаточно хорошо изучена, и каким-то образом существенно повлиять на снижение критической температуры перехода или плотности тока достаточно сложно. Хотя по ее данным работы Айгерим, плотность тока удалось незначительно увеличить. Но основным достоинством работы, я считаю, это, можно сказать, технологический прорыв. Это многократное снижение времени и температуры обжига, что, конечно, скажется на затратах материальных в случае, если в дальнейшем это направление получит какое-то развитие и какое-то дальнейшее производство. Путем применение многократного обжига, многоступенчатого обжига и допирующих добавок, и механоактивации. Там допирующие добавки используются в незначительном количестве, там менее 1%, но позволяет это многократно снизить время обжига, что, конечно, дает преимущество в случае технологического дальнейшего применения данной технологии. Ну, еще раз хочу отметить заслуги самой Айгерим в организованности, целеустремленности и самостоятельной работы. Она уже подготовленный специалист, может самостоятельно вести эксперименты, обобщать, публиковать их, результаты свои, полученные данные. Поэтому я членов Совета призываю проголосовать за присуждение ученой степени доктора философии Совета Айгерим. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, сөз сөйлейтіндер бар ма? Ерлан Таштай, Сатпаев университет, кафедра меңгерушісі. Я, наверное, один из тех членов Совета, которые посмотрели экспериментальную базу Института горения в рамках мониторинга проектов. Так, мне довелось быть именно на этой базе. И я бы хотел отметить, что смелость Айгерим работать в двух глыбах. Глыбы — это композитные материалы, и еще и сверхпроводимости. Это те глыбы, которые, конечно, молодым ученым еще и грызть, но хотел бы отметить, что данная смелость позволила Айгерим представить нам материал, работу, который дает надежду на то, что да, в Казахстане могут появиться школа исследователей, которые будут вносить свои активы в области сверхпроводимости. Сейчас очень хорошо отметил наш гость из Ахтубинска, что перспективы данного направления сулит огромные прикладные задачи. И я не зря в своих вопросах отметил, что те моменты, которые, допустим, если бы Айгерим выделила методом отрицания, так, почему 920 градусов, а что будет, если по-другому выбрали бы, или, почему в таких соотношениях моль-масс тех или иных элементов, так, позволил бы членам Совета еще ярче посмотреть в глубину данной работы. Несмотря на все это, так, я бы хотел поддержать данную работу. Считаю, что работа Айгерим Берікқызы заслуживает присуждения
ученой степени доктора философии и полностью поддерживаю. Спасибо. Рахмет. Тағы сөз сөйлейтіндер. Егер ниет білдіруші болмаса, талқылауды осымен аяқталды деп есептеймін. Құрметті әріптестер, диссертация қорғаудың ашық бөлігі аяқталды. Диссертациялық кеңестің жабық отырысына көшеміз. Онда жасырын дауыс беру өткізіп, кеңестің қорытындысын қабылдаймыз. Шақырылған қонақтар мен ізденушіге залдан уақытша шығуын сұраймын. Нәтижелерін жариялау үшін уақытын алдын алып хабарлаймыз. Құрметті әріптестер, қымбатты кеңес мүшелері, біз енді есептеу комиссиясын сайлауымыз керек. Есеп комиссиясын диссертациялық кеңес мүшелерінің қатарынан 3 адам құрамында сайлауды мен ұсынамын. Ол Баққара Аягөз Есенбайқызы, Өтепбергенов Ерболат Төремұратович, Жетенбаев Нұрсұлтан Талғатұлы. Сондай-ақ есеп комиссиясының төрағасы ретінде Өтепберген Ерболат Төремұратовичті тағайындауға ұсынамын. Басқа ұсыныстар бар ма? Онда егер басқа ұсыныстар болмаса, комиссия құрамы дауыс беруге шақырамын. Қарсылық ешкім жоқ. Сонымен есеп комиссия жұмыс істеуге кірісуді сұраймын. Өтініздерді жасын дауыс беру үшін ғалым қатысшы дауыс беруге есепке арналған бюллетендерді таратуды сұраймын. Кеңестің мүшелері есеп комиссияның баяндамасын рұқсат етіңіз. Есеп комиссия құрамында Аягөз Есенбайқызы, Өтепбергенов Ерболат Төремұратович, Жетенбаев Нұрсұлтан Талғатұлы, 8.07.105 ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша Совет Әйгерім Берікқызына философия доктор PhD дәрежесін беру туралы өтініш жасау мәселе бойынша жасырын дауыс беру нәтижелерін қарастырды. Барлық бюллетень таратылды, онлайн форматта ұсынылды. Жәшікте 9 бюллетень болды. Бюллетень онлайн түрде ұсынылды, жарамсыз бюллетеньде жоқ. Дауыс келесідей бөлінді. Қолдайдың 9 бюллетень, қарсы 0 бюллетень. Есеп комиссияның қаптамасынан барлық мүшелері қол қойды. Рахмет. Есеп комиссиясы жұмыстарына ескертулер бар ма? Ескерту жоқ болса, есеп комиссиясы қаптамасын бекітілсін. Құрметті диссертация кеңес мүшелері жүргізген қорғау және жасырын дауыс беру нәтижесінде негізінде Совет Әйгерім Берікқызының диссертациясы бойынша диссертациялық кеңесінің қорытындысы жобасы дайындалды. Жобаны ғалым хатшысы жолдап берсеңіз. Құрметті әріптестер, хаттама бойынша тыңдалу бойынша есеп комиссиясы мүшелері арасында міндетті болып табылды және сол бойынша қаулы етіледі. Яғни есеп комиссиясының төрағасы Өтепберген Ерболат Төремұратовичтің нұсқаулығымен барлық бюллетендер және барлық рецензенттермен және уақытша совет мүшелерінің барлығы протоколданды. Рахмет. Егер сұрақтар болмаса, мына берілген хаттаманы ұсынған редакциялық қорытындыны бекітуіміз керек. Соны кім қолдайды? Қарсы. Жақсы, қорытынды қабылданды. Енді ізденіш.
Сәбит Әйгерім Берікқызы, құрметті әріптестер, құрметті қонақтар. 8.07.105 ғарыштық техника технологиялар мамандығы бойынша философия доктор PhD дәрежесін алу үшін диссертация қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес Сәбит Әйгерім Берікқызының аэроғарыштық мақсаттар үшін арналған жоғарғы температуралы аса өткізгіш композиттерді алу және олардың қасиеттерін зерттеу тақырыбы диссертациясы қарастырылды. Жарыстың дауыс беру нәтижесінің бойынша барлығы 9 бюллетень таратылды. Қолдаймын деген 9 адам. Қарсы жоқ. Дауыс беру нәтижесімен қабылданған қорытынды негізінде диссертациялық кеңес Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетіне Сәбит Әйгерім Берікқызына 8.07.105 ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін беру туралы өтініш жасау жөнінде шешім қабылдады. Әйгерім Берікқызы, сізге қорытынды сөз. Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы Қуаныш Аранғожаевич және де тұрақты мүшелері, осы диссертацияға уақыт бөліп келген уақытша диссертациялық мүшелеріне шын жүректен алғысымды білдіремін. Бұл сондай-ақ диссертациялық жұмысымның терең талдау жасап, мазмұнды пікірлер, ұсыныстар білдірген құрметті рецензенттерге алғысымды білдіремін. Және де осы диссертациялық жұмысында қолдау көрсетіп, жетекшілік жасап жүрген Санат Түленқызына алғыс білдіремін. Және де бұл жалғыз менің ғана жұмысым емес, барлық маған қолдау көрсеткен барлық әріптестеріме алғыс білдіремін. Соның ішінен аэроғарыштық және инженерия кафедрасына барлық тәжірибе жасауға қолдау көрсеткен Жану институт проблема горения институт өкілдеріне, соның ішінен Фоменко Сергей Михайловичқа алғыс білдіремін. Осындай уақыт бөліп, менің диссертациялық жұмысымды қорғауға уақыт бөліп келгендеріңізге мың алғыс, назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер мен қонақтар, осылайша диссертация кеңес отырысы жабық деп жариялаймын. Баршаңызға белсенді әрі нәтижелі қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін.